Баршаңызға сәлем. Бүгін песочный самса дайындайтын боламыз. Ол үшін сары майды үккіштен өткізіп, ұнмен араластырып, салқын суға тұзды қосып, еріген соң ұнның үстіне құйып, бір жұмыртқаны қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болған кезде оны осылай орап холодильникке жібереміз. Салмасына мен фарш пен жуа қостым. Ішіне тұз, дәміне қарай бұрыш салдым. Осылай қамырымызды керек мөлшерде жайып алып, салмасын салып, форма жасаймыз. Барлығын жасап болғаннан кейін бетіне жұмыртқасын жағып, күнжіт сеуіп, қызып тұрған пешке 45 минутқа жібереміз. Өте дәмді әрі оңай самсамыз дайын.